Сәлем достар, бізден бәрін тап каналына қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін 2013 жылы жарық көрген Серік Апарымовтың Бауыр фильмін бірге тамашалаймыз. Достар, сіздерден қолдау ретінде каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Фильмнің басты кейіпкері тау бөктерінде орналасқан Бұлақ деп аталатын кішкентай ауылда жалғыз өзі тұратын Ғалым Еркін есімді 9 жасар бала. Оның анасы 5 жыл бұрын өмірден өткен, әкесі ұзақ сапарда болса, ал ағасы қалада оқуда. Сол себепті Еркін жалғыз өзі өмір сүруге мәжбүр. Бір күні ол сабақта отырғанда қаламсаптың ішіне қағаз салып атып, атқан оғы орыс тілі мұғаліміне тиіп кетеді. Сөйтіп мұғалім оны директордың алдына жіберді. Директордың кабинетіне келсе, дене шынықтыру мұғалімі мен ағылшын мұғалімі отыр екен. Олар директордың алаңда бильярд ойнап жатқанын айтады. Директордың алдына барған Еркін өзінің не бүлдіргенін айтып береді. Сонда директор оған жаза ретінде басынан бір шелтеді. Сабақтан соң ол үйіне барып киімін ауыстырып жатқанда көршісі Райгүл апай оған тамақ алып келеді және оған азық-түліктің таусылғанын айтады. Сөйтіп Еркін оған өзіндегі бар азық-түлікті беріп, оны шығарып салады. Еркін өзі тамақ жасай алмайтындықтан көршісі оның азық-түліктерін алып, оған тамақ істеп әкеледі. Бір кезде түскі ас ішіп отырғанда оған Қажан есімді кісі кірпіш алуға келеді. Ол кірпішін 50 теңгеден Қажанға сатып, бірақ ақшасын ала алмады. Ал Қажан оған осындағы соқыр шал менің ағам, ол менен қарыз, ақшаны содан аласың деп кетіп қалады. Сөйтіп Еркін шалдан келіп ақшасын сұрайды, ал шал болса менің онда шаруам жоқ, Қажанды көрмегеніме 20 жыл болды, ақшаны өзінен сұра деп айтады және онымен істес болмауға кеңес береді. Еркін автобус аялдамасына барып, ағасын келіп қалар деген үмітпен отырады. Сол жерде карта ойнап отырған 4 кісінің бірі оған жақындап, қаланың автобусы сәрсенбі келеді, оған бекер күтіп отырғандығын айтады. Еркіннің көңіл күйі түсіп үйіне келе жатқанда, жолда оған бұзықпалар тиіседі. Олардан қашып кешке үйіне келсе, қораның есігі ашық тұр екен. Біреу құлыпты сындырып, ағасына деп алып қойған жалғыз қойын ұрлап кетіпті. Ол көршісіне қойын жоғалып кеткендігін айтып, оны көрмедіңіз бе деп сұрайды. Райгүл апай ештеңе көрмедім деп айтады. Еркін қойын іздеп жүргенде жолда мас болып үйіне кіре алмай отырған орыс тілі мұғалім көріп қалады және оны үйіне кіргізіп жатқызып кетеді. Келесі күні Еркін тау жақтан қойдың терісін ғана табады. Оған бір кісі атпен келіп, бұны істеген соқыр шалдың інісі Қажан деп айтады. Осылайша Еркін қойын іздейм деп сабағында оқып үлгермей мектепке де кешігіп келеді. Ағылшын пәнінің мұғалімі оған ұрсып, оны ұқыпсыз оқушы ретінде басқа сыныптарға барып таныстырады. Сөйтіп ол сабақтан соң соқыр шалға барып қой алу үшін қарыз ақша алады. Ол оған семіз қой алып, қорасына апарып қойды. Әдеттегідей Еркін аялдамаға барып, карта ойнап отырғанда асыға күткен ағасы келеді. Сөйтіп қуанышы қойына сыймай, ағасы екеуі үйіне кетіп бара жатқанда жолда әлдендегі тиіскен бұзақыларды көріп қалады. Сөйтіп Еркін ағасына сеніп, оларды жекпе-жекке шақыра бастады. Үйге келгенде ағасы оған қалай төбелесу керектігін үйретеді. Түнде Еркін шошып оянып, түсінде анасын көргенін айтады. Келесі күні олар имамды ертіп анасының басына барып Құран оқытады. Содан соң ол ағасы екеуі кино көруге барады. Алайда киноны 2 адамға көрсетпейді екен. Киноны көру үшін кемінде 6 адам болуы керек екен. Сонда Еркін ағасымен бірге кино көру үшін 6 билет сатып алады. Кинодан шығып келе жатса, жолда полиция көлігін көріп қалады. Сөйтсе біреулер соқыр шалды өлтіріп, оны тонап кеткен екен. Келесі күні Еркін орыс тілі сабағында тақпақты керемет айтып 5 алады. Мұғалім оған тағы бір 5 қойып береді. Себебі алдында ол оған үйіне кіруге көмектескен болатын. Кешке қарай ол ағасы екеуі Саня есімді қыздың үйіне барады. Ол қызды Айдос ұнатады екен. Еркін ол қыздың үйіне кіріп, оны шақырып келеді. Айдос үйге кешігіп келеді, ал Еркін оны ұйықтамай күтіп отыр екен. Ол ағасына ертең қой сойып көршілерді шақырайық деп айтады. Ағасы болса оған қарсы болады. Ертеңінде имам оны соқыр шалдың жаназасына бауырын шақырып кел деп жұмсап жібереді. Сөйтіп Еркін Қажанның үйіне барып, ағасының жаназасына шақырады. Ал Қажан болса менің ағам жоқ деп оны қайтарып жібереді. Содан Еркін оның орнына Ерболат есімді киномеханикті ертіп барады. Жаназадан кейін Еркін ағасы мен Қажанның үйіне барып кірпіштің ақшасын алуға барады. Алайда Қажан өзінде ақша жоқтығын айтып, Асқат есімді көршісінен сұрап көрейін дейді. Негізінде Қажанның өзінде ақша болған екен, ол өтірік көршісінен ақша алған болып, оны Еркінге береді. Дегенмен Еркін бәрін біледі екен. Қажан мені өтірікші деп тұрсың ба деп оған тап береді. Екі бауыр оны жабылып жерге құлатады. Соңында Айдос оның қолын қайырып қашып кетеді. Келесі түні Айдос біреулерден таяқ жеп келіп, көңілсіз отырады. Ол Еркінге ақша керектігін айтып, Санядан қарызға ақша сұрап кел деп жұмсайды. Саня өзінде ақша жоқ екенін айтып, дегенмен көршілерден сұрап ақша тауып береді. Еркін ақшаны алып, ағасына алып келіп береді.
Айдос оған әкелерінің ешқандай да іс-сапарда еместігін, әкесінің басқа отбасымен басқа ауылда тұратынын айтты. Еркін оны біледі екен. Ол әкесімен бір ай тұрып, алайда әкесінің жаңа әйелі оны жақтырмаған соң, ол үйден кетіп қалған екен. Еркін таңертең ағасын қалаға шығарып салу үшін будильникті 6:30-ға қойды. Дегенмен ағасы оны оятпай кетіп қалады. Автобус жүрейін деп жатқанда Еркін келіп, ағасын шығарып салып, онымен қимай қоштасады. Қажанды ақыры полиция тұтқынға алған екен. Осылайша Еркін ағасы кеткен соң тағы да жалғыз қалады. Достар, осымен фильм аяқталды. Фильм ұнаса каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар.